Бүгін 28 желтоқсан 2025 жыл. Bir аптадан кейін мандалин сезоны басталады. Bir аптадан кейін дайын болады, тереді. Қазақстанда суық шығар, е? Елді сағындым әрине. Бірақ орыстанған қоғам, Ресейге бағынышты билік біз секілді ұлтшылдарды аямайды. Жай ғана соттамайды, өлтіріп тастайды. Сондықтан осы бір Құдайдың жазған жолы да уақыт заманы келер, мынау коммунист комсомол шалдар қартайып өлгесін, міндетті түрде өзгеріс болады. Ал қазір жақын арада өзгеріс болмайды Қазақстанда. Мынау шетелден отырып алып шақырып жатқан адамда жай бос сөзді. Ол билікті ауыстыратын Аблязов емес, Серікжан Біляш емес, Ержан Тұрғынбай емес, жай блогерлер емес. Халық өзі саяси сауаты, өз уақыты, өз заманы келеді. Біз тек қана соған, біз ұлтшылдар сол заманға, сол уақытқа дайын болу керекпіз. Сол уақытқа жастарды үйретіп дайындау керекпіз. Ал өз ана тілінде сөйлеуге қорқатын халық, ол өз отанын, өз жерін қорғай алмайды. Бұл бос сөз. Өз тілімізді өз тұғырына қондырмағанша, өзіміз жаппай қазақтар ана тілінде сөйлемегенше ешқандай өзгеріс болмайды. Мен оған сенбеймін өз басым. Өйткені қалай адам өз ана тілін, өз анасын сыйламаған халықты кім сыйлайды? Ондай халық егемендікке, азаттыққа лайықты ма? Мен өз басым жоқ деп есептеймін. Және де әлі біз ұлт боп, халық боп қалыптаспадық. Өз патриоттарымызды, өз ұлтшылдарымызды қорғай алмаймыз. Оны да жастарға үйрету керек.